Адам баласын игі істерге бастайтын ізгі жүректің қалауы жақсылық. Жақсылық жасау едәуір қиын іс емес. Дегенмен бізге келер сауабы өте мол. Қолынан барынша қандай іс келсе, соны қылу керек. Табиғатты қорғау қарапайым дүниеден басталады деп ойлаймын. Мәселен, жас ұрпақты табиғатты қорғауға тәрбиелеу ұлттық негіздегі балабақшадан, мектептен де басталады. Жақсылық ол материалдық көмек арқылы қасымыздағыларды қуанту ғана емес. Сонымен қатар кіші қызметкерлері көмектесіп, ата-анамызға үй жұмысына көмектесуде жатады. Жақсылық атаулыға шын көңілмен, риясыз пейілмен, өзгелерді қуантатын, басқаларға пайдалы болатын амалдардың бәрі де кіреді. Балаларының көп уақыты мектеп пен үй арасында өткеннен кейін саналарына игі істер осы жерден сіңеді. Мектеп үлкен білім және тәрбие ортасы болғандықтан жас ұрпақ осы жерден болашаққа жол алады. Оқушыларға қоқыстарды сұрыптау мәдениетін қалыптастыру мақсатында біз мектебіміз арнайы осындай 3 контейнерді енгізген болатын. Яғни арнайы бөтелкелер үшін, арнайы қағаздар үшін және арнайы тамақ қалдықтары үшін. Жиналған қоқыстарды алысқа лақтырып төккенше, оларды біз екінші өмір бергеніміз абзал. Мысалы, қағаз қалдықтарымыз макулатураға жіберетін болсақ, ал осы бөтелке қалдықтарына біз осындай пуффиктер жасаған болатынбыз. Яғни бұл осы жұмысымыздың нәтижесі деп те айтсақ болады. Оқушыларға игі істерді, үлкен мен кішіге ізет көрсетуді, сол нәрсені өзінен бастауды сөзбен айтпай, іспен көрсету деген ой дұрыс болмақ деген шешімге келемін. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Деп халық даналығында айтылғандай, табиғатты қорғау біздің міндетіміз, болашақ ұрпаққа қалдырар байлығымыз. Сондықтан табиғаттың жанашыры болуы әр адамның міндетті борышы екенін біліп жүрейік.